бізге ешқандай фото қоспай, ешқандай сурет, ешқандай музыка, звук қоспай тез жылдам топқа бөлу жасап алуға болады әрине. Ол үшін жазыңыздар. Маған топқа бөлу керек. Ол жерде мұғалім топ санын және оқушылардың тізімін бірінің астына жазатын жері болсын. Артқы фон әдемі түстермен, жалпы барлығы ұқыпты, ыңғайлы болсын. Осыған маған HTML код жазып бер. Мына жерден ұмытып қалдық санын. Так. 2-ден 8-ге дейінгі топ дейін, дейінгі топ және оқушылардың тізімін. 30 оқушыға дейін деп жазып қояйын. Оқушыға дейін. Осыны жазып көреміз. Өте жылдам, яғни ешқандай MP3, MP4, JPG қоспай-ақ жылдам жасай алуға болады, уақытты құртқыңыз келмесе. Және де алдыңғылар кішкене сізге қиынырақ, түсініксіз болса. Енді осы копировать код. Бұл жерде ешқандай сурет, ештеңе сохранить етпейміз. Жылдам осыны аламыз, болды. И топқа бөлу деп жазамыз. Топ бөл деп жаза салайын. HTML. Сохранить болды. Енді ашып көре береміз. Міне сіздерге жылдам топқа бөлу генераторы. Топтың саны 5 топ дейін. Мына жерге оқушылардың атын жазады. Мысалы, Арман, Асхат, Мұхаммед, Айару, Қарақат, Інжу, солай, Аяулым деп жаза салайық, болды. Топқа бөлу. Міне, топқа бөліп берді. Осылай өте жылдам топқа бөлуді жасауға болады.